Ібліс шайтанның атасы. Абид болды, алим болды. Азазил, шын аты Азазил. Айнын тұрады да. Абид, көп құлшылық қылған. Алим, ғалым, білімді. Бірақ адам атаны Аллах жаратқан кезде, яғни Аллах Тағала адам атаны жаратуға, яғни жан беруге дайындалып жатқан кезде, Ібліс адам атамыздың жаңағы кесігінің қасынан өтеді. Сөйтіп қарап тұрып, мынау кімді жаратты деп отыр, Аллах Тағала кімді жаратты деп отыр екен. Мынау менен мықты бола ма екен, мықты болмай ма екен деп ойлап қойды. Сосын Аллах Субхана Тағала адамды жаратқаннан кейін, оған білім бергеннен кейін, бүткіл періштені оған сәжде қыл дегеннен кейін, ол қызғанады, хасад құрамайды. Ең бірінші, ода қандай күнә пайда болды? Хасад деген күнә болды. Өзін іштей жейді. Мен қанша жыл ғибадат қылып келдім, намаз оқып келдім, мен білімдімін. Ал мынау кеше ғана жаратылды, ол менен білімді болып шықты. Сосын Аллах Тағала сәжде қылда бенде болды, қақышып тұрып алды. Тәкаббар дегенше кибір, тәкаббарлық деген күнә болды. Сосын содан бастап ол жәннаттан құтылады. Ең күнә бізді күнәға ұрындыратын бүткіл күнәнің атасы осы екі нәрсе. Бірінші қызғаныш, көрінбеу, екінші тәкаббарлық. Уммул амрад дейді, рухани бүткіл аурудың атасы осы. Кім тәкаббарлықты жеген? Бәрін жеген. Өсекті де тоқтатады, ғайбатты да тоқтатады, көзі де тоқтатады, құлақты да тоқтатады, бәрін жеңеді, тәкаббарлықты жеңген адам. Біздер мысалы тек берік жағын дұрыстаймыз да, арам нәрсе қарамай, сөйлемей, іштегі тәкаббарлық болса, ол күндер өмірмен қайтадан сол күнәні тудыра береді да. Біз тәкаббарлығымызды жол алып тастау керек та, жоқ сайтындай болу керек та. Енді тәкаббарлықты жеңетін көп вазифа амалдар бар, бірақ ең біздің қолымыздан келетін оңай нәрсесі ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқан сөзі. Әл-бәдиу бис-салами бариун минал кибр. Осыған амал қылайықшы. Көресіздер, сіздер қалай тәкаббарлықтарыңыз азайып келе жатқанын байқайсыздар. Пайғамбар не дейді? Әл-бәдиу бис-салам. Сәлемге асыққан, бірінші болып беруге асыққанның жүрегінде тәкаббарлығы жоқ дейді. Тәкаббарлық болмайды дейді. Әрине, ол тәкаббарлықтан босайды. Яғни бірінші болып аманғаз беремін дейді. Әссалам, кіші болсын, үлкен болсын, кім болсын, әссалам алейкум деп екі қолмен Алланың берекеті сәлем болсын деп шынайы кішіпейілікпен амандассаңыздар, күніне бір 20 адаммен амандасып шығыңыздар, болды, жүрегіңіз тәкаббарлықтан бос болады да. Одан басқа да амалдар бар, туалет жуу. Мысалы, түнде келіп туалет жусаңыздар, мешіттің туалеті әсіресе. Нағыз біздер еститін ғалымдар болған ғалымдар түнімен осы сабақ береді, бірақ туалетте жүреді екен. Ілім тәкаббарлыққа себеп болмас үшін. Сондықтан, иншалла, біздер нәпсті тәрбиелеу жөнінде кітап бастайды. Иншалла, 3 ғалымның кітабынан жинақтап, иншалла. Өйткені нәпсті тәрбиелеу қазіргі уақытта өте маңызды. Біз өйткені адам болуымыз керек. Адам болу үшін адам өзін нәрсесін білу керек, әлсіз жерден білу керек, шайтанның қайдан кіретінін білу керек, шайтан бізді қай жерге қалай алдап кетеді. Соның барлығын білу керек. Яғни адам өзінің нәпсісін тану керек, тәрбиелеп білу керек. Ол үшін кем дегенде кішкентай кітап, нәпсі тәрбиелеу жөнінде кітап оқуымыз керек.